Сәлем, фокустықтар қаларыңыз қалай? Бүгін біздің фокусымыздың, яғни назарымызды дұрыс. Ани Салих, телефонды қойып қой балам, ойнамайсың. Не басқа бөлмеге барып ойна. Бүгін біздің сабағымыздың 4-ші күні, және де сіздерге сабақ ұнап жатыр деген ойдамын. Иншалла, Алла қаласа барлықтарыңызға сол ілім қонып, прям на результат шыққандарыңызды қалаймын. Себебі осы уақытқа дейін даже менің өзіме де белгісіз ақпараттар осы сабақ барысында, значит, ол Аллах Тағаладан келіп жатқан әмір деп ойлаймын. Менің білмей жатқан нәрселеріме плюс тағы да жаңадан менің көзімді ашатын ақпараттар келіп, және де оны сіздермен бөлісіп жатқанның өзі бұл тегіннен тегін емес. Бүгінгі тақырып бізде 6-шы сектор екен. 6-шы сектор үй тақырыбын қозғадық. Және телеграмға полный ақпарат айттым деп ойлаймын. Және де телеграмға Pinterest пен сосын кейін Pixar'тан монтаж жасауды көрсетіп қойдым. 9 минут болып кетті. Енді өзіме ұнаған нәрсені прям сіздерге көрсетіп қойдым да. Сол үшін солай қарап жазсаңыздар болады. Үй тақырыбына келген кезде былай да қыздар, қандай үй қаласаң да, ол қалаған кезде Аллах Тағаладан қалай сұраймыз? Аллахым, осы үйде құлшылықты көбейтуме нәсіп етші депші. Көбейтуме құлшылығымды. Содан кейін былай екен. Бізге ақша сұраймыз, байлық сұраймыз, денсаулық сұраймыз. Бірақ біз денсаулық пен байлық кетсек, бірінші байлықты таңдап кетеді екенбіз. На самом деле, біздің дәл қазіргі таңда ағзамыз, алдында да айттым ғой, ағзамыз дұрыс істеп тұрғаны үшін, бүйрегіміздің, бауырымыздың, вообще барлығының дұрыс істеп тұрғаны үшін Аллах Тағалаға сансыз ауызбен емес, жүрекпен шүкір айтуымыз керек. Pixar ашылмаса, Pixar тартып аласыздар да, өздеріңіз оп-оңай жұмыс жасау. Сонымен жұмыс жасай бересіздер. Шошып кеттім ғой. Тәттісі. Не қорқып кеттім ғой. Не салуға дадым мен? Не бұд? Ани, менеға не бұд? Ол жан, шошып кеттім ғой. Диван ажаны түсіп кетті ғой, қыстырып қапты. Не бұд? Су әкеп берші, Ани, менеға. Бұл әкеп береді естіз. Сума? Азына эфирді қайтып қосам ау деймін. Бала бұзды ғой. Болды. Қазакілік. Жөн. Ойын болды. Ойын. Өкімін ойын. Үштен болған жоқ. Бұздаймыз ба? Соседи. Кости. Гүркілеп қалады. Ох, мен боксермін. Не қылдық?
жылышып қатып қалыпсың ғой. Қолың сразу жүккеш. Şimdi bir parkani de var ya. Yedim cevap dedi ama arkadaşlar 36 şurasına dedi de sana 37 gerek dedi de. Korkup başını şey koy. Şurası koy. Konuşma. Қыздар, Pixart деген проблема емес. Pixartты тартып алсаңыздар, оп-оңай инструкциясы. Жасайтын адам оны жасайды. Жасамайтын адам сіз сияқты сылтау айтады. Қыздар, мына эфирді сақтамаймын, просто айта салайын да. Жаңа бір қыз жазып жіберді маған. Мысалға, жаңа мен күйеуге ақша бермеу тақырыбында не салдым ғой, видео салдым ғой. Сол кезде барлығы комменттер негатив, осындай ақылшы сынақтар қаяқтан шыққан, анау деген темалар кетті да. Кейін комментарийда әбден негатив жазып тастады да. Сөйтіп мына жақтан вопросник қылсам, дайрект ашып қалсам, беріп жатырмын, поддержкам ғой енді, күйеуім ғой енді, одан артық кімім бар деп жазып жатыр да. Сонда кімді кім алдап жатыр деп ше. Сөйтіп содан кейін барып бір қыз жазып жіберді. Мен дейді, прям негативщикпін дейді. Қазір көрсетейінші, қараңыздар. Қазір көрсетемін. Қарашы. Айдана ханым, мен өте негативный адаммын дейді. Содан арылғым келеді, ішім алай-дүлей болып жүреді постоянно. Өзімді бақытты сезім келеді, біреуді көре алмай жүремін ылғи. Қараңыздаршы. Прям осындай адамдар көп та. Білесіздер ма қыздар? Білесіздер ма қыздар? Олайда адамда комментарий жазғаннан ақ байқасаңыздар болады. Просто бұдан кейін мен комментарийма кіріп жүріңіздер. И адам енесін жамандағысы келсе, енесі туралы жаман нәрсе жазып кетеді. Мысалға қазір өзімде ақша жоқ болғаннан кейін, если вдруг оның қолына ақша түсіп қалса, ол күйеуімен бөліскісі келмейді ғой явно. И ол сразу алады да, күйеуге берген дұрыс емес, лучше өзім ұстамайын ба, шариғат бойынша ол дұрыс емес деп кетеді да. И при этом оның қолында ақша болмауы мүмкін да. И сосын мен жаңа осы тақырыпты енеммен де талқыладым да. Көп адам айтады, ойбай қазір подружка болып жүр екенсің, бұрында сенің де ұрысқан кездерің болды ғой, сенің де жамандаған кездерің болды ғой дейді да. Я мен жамандамады емес, арасында байқамай жамандап, байқамай емес, ол кезде менің миым жетпеген шығар. Менің миым жетпеген шығар, что өмірдің заңдылығын, өзімнің сол кезде жертва болып, әркімге бір жамандап, өз-өзімді жексұрын қылғаным. Ол жерде мен жамандаған кезде, мен мысалы үшін мектепте бір подругама жамандасам, мен енемді жамандасам, ол кісі менің енемді ойбай деп жек көріп кетпейді. Ол мені жек көріп тұрады да, и жаны кіріп тұрады. Блин, Айдана сөйтіпті ғой деп кімге айтсам екен осы әңгімені деп прям андай болып тұрады да. Уже сен әңгімеңді айтып кетпейінше, байқамай телефон үзіліп кетсе, қайт болған звондасаң, оны аламай қаласың да. Себебі ол уже сразу басқа біреуге жамандап жатады да. Сенше, бай Айдана ше, білесіңдер ма, сондай болып жатыр екен деп. Ал сол кезде мен біреуді жамандадым ғой, өзімнің жақын адамымды. В принципе, менің айдалада подружкама, мысалға, менің енем жақын ғой өзіме, мысалға да, мың жерде жаман болып мені ұрсып атса да, ұрып атса да, енем жақын ғой, а мен оны жамандадым да. Енді бір нәрсені түсініп алыңдар да, қыздар, мен оны өзім жақсы түсіндім. Қазір мен ешкімге ренжімеуге тырысам, ешкімге, адам баласына ренжімеуге тырысам. Және де, если болады ғой, ренжімеймін деген өзінде бір ренжіп қалған ситуацияларда, мен сразу не қылам, шешіп алуға тырысам. Мысалы үшін кеше мынандай оқиға болды. Сіздердің даже мен өзім дамытып жүрген адаммын деп есептеген өзінде менің подругаларым бір концертке барыпты. Маған айтпай да. Олар маған айтуға міндетті емес қой. Олар маған айтуға міндетті емес қой. Мысалы үшін ше. Бірақ барыпты да. И мен оларды көрдім да, жаным шықты. Прям жаным шықты. Өзім дамытып сендерге ақыл айтып отырмын, бірақ мен өзім жаным шықты. Кейін өзімді бастым да. Сөйтіп, 2 күннен кейін, 1 күннен кейін тойға бардым да. Тойда көрдім. Сөйтіп айттым,
мен сендерге басында біліп тұрмын ғой, ол ұзаққа кетсе білесіңдер ме, өкпе реніш адамның несін жабады, жолын жабады да, сенің өзіңнің жолың жабады да. Сөйтіп мен оларға айттым, мен сендерге ренжідім деп. Не болып қалды деп, олар ойланып тұрған жоқ қой. Мен сендерге қолымнан келгенше анау-мынау сияздарды беріп жатырмын, сендер мен бір концертке жүр деп айтамадыңдар деп ше. Мен прям қапа болдым, ол мен жақсы көретін әншім еді. Бір ауыз айтасыңдар болды ғой, мен сендерді сылтауратып шығып кететін едім деп ше. Сразу обидамды айттым, ол мен ішімде қалып кетіп, оған ана қыздарға одан бетер өкпеленіп, кектеніп, маған керек емес қой ол нәрсе. Зачем ол нәрсені иығыма арқалап, сонымен айттым. Сондай болды. Сөйтіп, жаным, біз білмей қалдық, мен көршім, негізі ол билетті көршім алған екен, көршім барамай қалған екен, маған берді. Сонымен күйеу екен, бір проблема шығып қалған. Сөйтіп, аяқ астынан болды дейді да, сонымен давай деп шығып кеттік. Ол жерде алдын ала дайындалатындай да болған жоқпыз деп ақталып жатыр да. Мен не істедім? Мен сендім, мен ол оқиғаны жібердім да. Ал егер ол мен жібермесем, есіме түсіп кеткен сайын аналарды, сендер арамсыңдар, неге айтпайсыңдар, неге подруга болып жүрсіңдер мен деп, мен оналарды көрген сайын, давить ете берген сайын не болатын еді? Мен жексұрын бола бастайтын едім да. Және де менің мынаяқтан миыма идея келетін нәрселердің барлығы сол өкпе ренішке кетіп қалатын еді. Білесіңдер, энергия ол ақша. Энергия қуат қой, қуат ол ақша. Сондықтан энергияңды өкпе ренішке жіберме деп айтатыным. Одан кейін менде жақын арада, притом мен сендерге сабақ үйретіп жүрмін ғой. Менде сабақ үйретіп жатып, сендерге үйретіп отырып, маған аяқтан сынақтар келіп жатыр да. Біздің типа өмірлік достар деген чатымыз бар, күйеуімнің жолдастарының. Сол жерде үйіне шақырды да, көптен бері шақырғысы келіп жүрген, сонымен именно біз Жетісайға тойға кетіп жатқан кезде шақырып тұрды да олар ше. Біз тойға кетіп жатқан кезде шақырып тұрды да. Сосын айттық, біз айттық қой сендерге, шақырып тұр. Сөйтіп, күйеуім айтты да, бізді солар шақырып тұр, тойдан ертерек қайтыңдаршы деп айтып жатыр деді да. Кейін айттым мен, сен барғың келіп тұр ма дегеннен, қақтан барамыз, Жетісай жердің түбіне барамыз, одан келем дегенше азан болады ғой депші. Сонымен, ғанинан көрпе әкеп берші мына жерден, диван үстінен, көрпе әкеп берші. Сонымен күйеуімнің қапа болып тұрған біліп тұрмын ғой, енді ренжіп тұр. Үшеуін көрпеше, неғып білмей қалдым. Мен кәдімгідей ішім қылып ете қалды да. Мен айттым, үйбай олар крутой шығар, еще немесіне өмірлік достар деген группа болған олар. Неменеге олар біледі, онысы да 5-6 адам, 5-6 семья араласатын. Біздің именно тойға баратқанымызды біліп тұр. Еще олар Жетісайға қала болса мейлі, Шымкенттегі той болса мейлі, ерте шыға салатын. Қалада Жетісайдан біз келем дегенше қанша уақыт кетеді? Сонша уақыт күтеді екен. Именно біз кеткен кезде қояма, неменесіне өмірлік достар болады деді. Мен де кәдімгідей ренжідім. Сөйттім да, ол айтты, күйеуім айтты да, ештеңе демек қош керек емес деді да ол. Бірақ мен біліп тұрмын, сосын кейін әйеліне жазып жүрдім. Оларға жазып жүрдім. Әйеліне жаздым да. Келесіңдер қоя, бірдеңе амалдап келсеңдерші деді да. Бірдеңе амалдап келсеңдерші деп жазып жүрді әйел. Адам Шымкентте кешке жақын жиналады. Мысалға, кеш жиналады ғой, кеш жиналғанның өзінде 10. Біз Жетісайға мысалға 8:30-9-да бардық. Сонда біз нереально ғой, сонымен жазып жүрдім, әйеліне айттым. Бұл сонда негізі точно өмірлік достар ма депші. Бұл точно өмірлік достар ма негізінде дедім. Өмірлік достар болатын болса, адам айналдырған 5-ақ семья, оның 2 семьясы тойға кететін болса, 3-ақ семья қапты, сонда 3 адам үшін дастархан жайып отырсыңдар ма? Бәріміздің басымыз бірге қосылған дұрыс емес пе? Сен бүйтеді. Ертесіне сендерге сыбақ алып қоям, келіңдер дейді әйелі. Күйеуі де келіңдер дейді. Сонымен мен айттым. Мен айттым да, Ыбырай білмейді бұны дедім. Семен сөйлесіп жатқан Ыбырай білмейді дедім. Бірақ дедім, мен дедім, мөлдір саған ренжідім дедім. Неге, мысалға, біз көп нәрседе әйелдер шешеді ғой проблеманы. Күйеу қол қояды, әйел барлығын реттейді ғой. Мысалы үшін біреу кеме атса, күйеу айтады, ана пәленші жоқ екенсе, ойбай, онда ол кесін деп. Әйел советник ғой, былайша айтқанда, оң қол ғой күйеудің. Сен, значит, біздің үйлеріңе келгенін қаламай тұрсың. Сол үшін де сендер біз жоқ кезде қойып отырсыңдар. Деп мен прям өзім ішімде қандай ситуация туындады сол жерде. Сразу сол кезде сол адаммен шешіп алдым да. Мен айттым, лучше бармай қояйық, одан да көр, тойда от души барайық.
тойда от души отырайық, сонда не резон жердің түбіне барамын да жарты сағатта ойбай бері тұр үйге шақырған деп кетуім керек па? Сыйласыңдар бір күн арыға қоюға болатын еді ғой. Ойбай сен сыйламады деп отсың ба, ренжімеш деп жатыр да. Жоқ дедім, маған керек емес деп ше. Сонда кейін күйеуім айттым, сөйтсем ол маған ұрсып жатыр, неге айтасың, немене проблема шешіп отырсың сен анау мынау дейді да. Жолда абысыным бар еді, абысыныма айттым, жеңше осындай проблема болды, мен оны әйелмен шештім. На самом деле любой еркек қатынына айтады да, қатыны күйеуіне айтады да. Мысалы біздің семьяда сондай бір жағдай болса, мен күйеуіме айтамын, ыбырай сондай нәрсе болып тұр, сондай нәрсе бүлдірдім, сондай нәрсе істедім, не істеймін деп ше. Қандай проблема болса мен күйеуіме айтамын да. И любой әйел айтпаймын деген өзінде сондай бір нәрселерін айтады ғой, күйеуімен бөліседі. Абысыныма айтсам, дұрыс қыпсың айтып дейді да. Оны айтпай іштен тынап, бір күн, 2 күн, 3 күн ренжіп, оларға көрген кезде алап жүргеннен гөрі, лучше сразу шешіп алған жақсы деп ше. Кейін ертесіне звондады, келіңдер деп. Біз айттық, жоқ, біз шаршап тұрып барамаймыз, ренжімеңдер, басқа бір жолы кіріп шыға саламыз деп ше. Сондай сияқты ситуацияларда мен бұрындары сондай бір нәрсе болса, көңіліме алып қалатын едім да, сон көрген сайын айта беретін, көрген сайын жынданатын едім. Білмеймін, бір түрлі сезім, негативный сезім бола беретін. Қазір просто сондай бір түсінбестік, менің тарапымнан бір түсінбестік болып тұрса, сол адам мені шешіп алып отырсам, не болып жатыр негізінде деп ше, не үшін ондай болып жатыр деген сияқты. Сол сияқты сіздерден өтінерім, если бір адаммен сондай бір жағдай түсіп қалса, мысалға мен даже жан подругалармен сондай не болып қалды, и мен оларға ренжідім. Неге сендер маған бірауыз айтпайсыңдар, білесіңдер, мен де жақсы көретінмін оны. А мен сендерге барлық нәрсемді айтып жатырмын, сендер маған айтпадыңдар. Мен сендерге қапа болып қалдым деп. И олар сондай ситуациясын айтты, что случайно шығып кеткені. И олардан қандай нәрсе болды бізде? Олар бүйтеді, саған бір сол концерт қарызбыз дейді. Байқамай сені ренжітіп алғанымыз үшін біз сондай концерт қарызбыз дейді. На самом деле мен олардың концерт қарызына да неғып тұрған жоқпын, олардың ақшасына билетті өзім сатып аламын, а олар не істеп тұр, менің көңілімді сыйлап, ренжіп қалғанымды біліп, кешірім ретінде солай ұсынып тұр. Сонда біз достардың арасында проблемамыз солай шешіп алды да. Сондай бір проблема туындаған кезде оны ауыр жүк қылып, болады ғой, бір 5 килограммды кіртасын көтеріп алып, ары кухняға да туалетке де шығудың қажеті жоқ та. Түсінікті деп ойлаймын. Мына эфирді сақтаймын ба, сақтамай қояйын ба? Ужасный эфир болды ғой өмірімдегі. Негатив айтқысы келетін адам, негатив жазған адам, байқаңыздар, негатив жазған адам, ол адам өзінің ішіндегісін жазады да. Мысалға, адам бақытты болып тұрса, біреуге сен оңбағансың деп жаза алмайды. Бақытты болып тұрған адам ше, мысалы үшін сен қуанып тұрсың да, бір өзің эмоцияң шығып, рахаттанып жүрсің да, сөйтіп тұрып сен біреуге прямо қоқты жазамайшы ештеңе. Значит, сен комментарияңды оқып біреуге бірдеңе жаздың ба, значит, сен ол нәрсені өзің істей алмайсың, сенде жоқ. Сол үшін де сен оны прям рахаттанып соған фокус қойып тұрып жазасың. Мысалға, мен байқап отырмын, өзімнің комментарияларымда бір апай бар, 2-3 апай бар, үлкен апайлар. Үлкен апайлар да. Ұнамаса шығып кете салмаймын мен парақшамнан ше. Шығып кетсін, пожалуйста. Ұнамаса, пожалуйста, мен парақшама шығып кетсін. Оған не құдайын азабы, мынандай хат жазып маған ше. Қоймай жаза берді. Осы бір ақыл шумақ шықты, сәл көтеріліп үйтті, сәл көтеріліп бүйтті. Ақыр мен оның нервысына тиіп тұрсам, пожалуйста, отписка жасай салсын. Дұрыс па? Содан кейінше менде мынандай негатив деген нәрсе. Негатив значит сенің энергияң көтеріліп жатыр деген сөз. Энергияң көрініп жатыр да адамдарға.
алдымен тек қана ой сен үлгілі келінсің, саған адам жетпейді, сен көштесің деген кезде мен бір орында тұрып қалдым реально ше. Мен уже шаршадым, шынымды айтсам, қыздар айтайын да осы эфирді. Прям шаршадым, андай өспей дамымай бір орында тұрып сасық, ана видеоны көрсеттім ғой сендерге, сасық көлшік деп еді, айналып тұра берді, шаршадым да. Уже мен өскім келеді, мендегі ішімдегі бүкіл қабілеттің барлығын сыртқа осылай шығарып айтқым келеді да. И өзімнен кейінгі немесе қазір менен үлкендер де отыр иә, и сол кісілерге прям мындай өзімнің өмірімнен сабақ айтқым келеді да. И ол уже менің парақшам, ол Айдана Ыбырай деген мен жеке территориям да. Ол жеке территориям, бұл әкімшіліктік емес, бір нендік емес. И мен сол жеке территориямда қалай оны өзгертем, қалай істей алам. Бұл жеке парақшаның главный героинясы мен болғандықтан, мысалға да, мысалға Валентина Абай қызынікі ол өзінің парақшасы, Балжанның парақшасы ол өзінің парақшасы. Мен Балжанның парақшасына барып, осы бір ақыл шымақ шықты деп айтамаймын ғой. Мысалға Валентинаның парақшасына кіріп алып, осы бір қыз маған ұнамайды деп айтамаймын ғой. Менің өз еркім оның парақшасына просто отписка жасай салуға. Зачем мен алтындай ақша келетін энергиямды онымен ұрсып өткізуге да, былайша қарағанда. Бірақ мен негатив жаздым ба, мысалға, оның маған жаңағыдай данышпандылық, ойбай қазақ еліне бір психолог, бір ақымақтарға бір ақылды деген комментарий, значит, ол өзі сондай бола алмай жатыр. Өзін көрсете алмай жатыр. И сосын сонша жерден, сонша топтан, сонша ауылда отырып біреу бірдеңе өзінің басындағы оқиғасы просто так. Мысалға мен рилстың барлығын пәленбай ақша төлеп жаздырдым. Мысалға, әр рилсқа 20-30 мыңнан төлеп жаздым. Сонда мен сол біреу бірдеңе деді деп мен не қылуым керек па? Қазір қараңдар, мен сендерге бірдеңе көрсетсем. Шок боласың. Кеше қараңдар, если негативқа еретін болсам, мысалы үшін, прям қасым шығам деп, солардың алдында жүрсем, бір күні клоун болып кетесің да. И қараңдар, негативтің патологы мынау болды маған. Қазір сол сақтап алдым да, прям сол көрсетейінші деп. Біреу маған былай жазыпты. Айдана, байыңызбен ажырасыңызшы дейді. Жараспайды. Сізге әдемісіз, аяқтан тұра аласыз, енеңізге әлі көрсетесіз дейді. Бұны қандай адам жазды, мысалы, қараңдаршы. Бұндай әңгімені кім жазуы мүмкін? Значит, өзі күйеуімен ажырасқан әйел. Немесе енесімен ұрсып, енесіне мен әлі саған көрсетемін деп отырған әйел. Немесе просто көре алмай отқан адам. Мынандай негатив жазудың да жөні бар да, мынандай негатив келеді мысалға. Айтады ғой адам, негативтен де сабақ аласың деп та, мысалға жөні бар. Онда мен біреудің пікіріне бағынышты болсам, өзімнің самооценкам жоқ болса, өзімнің пікірім жоқ болса, онда мен өстейін онда. Сосын сендер жазыңдар маған. Ойбай, мынандай, не деген сұмдық, Айдана қасыңды алып тастаса десе, қасыңды қырып тастай салайын. Әркімнің өмірінде несіне пікіріне тәуелді болып өмір сүру да. Мен мынаған даже бұл қараңдар 2018 жыл жазылған пікір екен. Адамға жазылған негативтің барлығы ол адамның ішіндегі күйесі. Өзі айта алмай тұр да. Мысалы үшін мен өткенде телеграм каналда пример келтірдім. Мысалы үшін Мақпал Қаратай кеудесін ашып, бүйтіп көйлектер киіп түседі да. И ол маған біртүрлі да. Себебі мен өзім кеудемді ашып жүрмеймін ғой. Сол үшін ол кісінің маған кеуде ашқаны біртүрлі да. И сосын мен сразу оның комментарийін адамдар не депті бұның көкірек ашқанына деп акцент аударамын да. Түсіндіңіз ба? Әркімнің өзінің не істей алмайды, сол нәрсесіне көз түседі да. Шоқ қой, патолог қой мынау. Менен көріп деп күлкім келді. Сонда мен мына кісі айтты деп ажырасып кетсем. Мынандай бала туылмайтын еді ғой, мынандай бала, анандай қыз туылмайтын еді ғой. Сосын өткенде менің жаңағы өмірлік достардағы бір подругам айтады. Киім рекламалап бердім да.
алдында постоянно рекламаға шақыратын, сосын мен қолым тимейді, анау мынау деп, онда инстаграм менің жұмысым ғой, реклама үшін ақша аламын, немесе киім аламын, тегін істемейсің ғой. Вот сол кезде ол кісі не қыла беретін, киім, любой киім таңда да реклама істеп бер, анау мынау дейді да. Сосын мен барам да, енді бизнесі жүрмей тұрған адамның андай киім құртпай ақ қойшы деп, хотя ештеңе тегін істеп бере саламын, немесе просто бір орамал алып қойта саламын дейтінмін ғой. Сөйтіп өткенде фотосессия жасадық сода. Сөйтіп өзі де суретке түсті. Сөйтіп суретке түскенін, жаңағыдай камераға шыққанын ата енесі жаңағы айналасындағы адамдар жақтырмапты, жаңағы подругам ше. Сонымен айтады да маған, қанша жылдан бері араласып кетіріп қой. Бля, Айдана, сен қалай шыдайсың? Маған уже орамалыма сөйлеп, жақын туысқандардан шығады екен ғой дейді да. Жақын туысқандар сөйтіп жатыр маған, білмеймін не істерін, тастайын ба, тастамайын ба. Бля, сен қалай шыдайсың? Сен бұрын түсінбейтін едім деп. Мысалы күлдім мен, адамның басына жетіп түспеген кезде адам түсінбейді деп ше. Адамның басына келмей ол түсінбейді деп. Сен мысалы үшін прям өйтіп айтқан жоқпын өзіңе, мысалға мындай ғой, біреулер ой реклама істесең қайтеді, тұрған подписчик дайын, тегін инстаграм, ешкімге ақша төлемейсің ғой, бір ауыз мені мақтайсың қайтеді, мені шығарып берсең қайтеді дейді. Мақұл, шығарасың оны, сетевойын шығарасың, мені шығарасың, рахметі жоқ болады да. Мысалы үшін менің сол тегін істеген қаншама қызметтерімнің рахметі болған жоқ, осы сіздердің алдыңызда айтып тұрмын ғой. Неге? Неге? Себебі тегін нәрсенің қадірі жоқ та. Мысалға бізде болады енем түседі араға, ананың рекламасын істеп берші, сондай жағдайлар болып тұр екен, анау тұр екен деп ше. Именно сондайларға мен реклама істеп беремін ғой, тегін істеп беремін ғой. Именно сондайдың арасы ұрыс болып бітеді ғой. Неге? Себебі ана адам менің еңбегімді бағалап тұрған жоқ. Бағалап тұрған жоқ, сосын ол адамдар сосын құныққыш болады ғой, құзғын сияқты ше. Бір нәрседен не алса басып жеп ше. Сонымен бір рет реклама шығартады, одан кейін екінші рет шығартады. Уже үшінші кезде айтасың ғой, қой айналайын, болды шығармайым, ренжіме десең, сразу барады да, фук енең арқылы шығады да. Сөйтіп шығады яқтан апа. Істеп бересің қайтеді, тегін нәрсе ғой, көмектессең туысқаның көмектессін деп. Ал ана жақта адамға как будто сен положенный сияқты болып қаласың да. Как будто соған қарсысың да. На самом деле осы инстаграм дамыту үшін адамдар негатив жазып, ойбайха, мына ақылшы деген астында әр видеоны 20 мыңға істеткен ақша жатыр ғой. Мысалы үшін ол жерде қаншама еңбек жатыр, оны түсіру, оның артында тұрған бүкіл команда мысалға да. Если ол не то болатын болса, сол жерде отырған адамдарға айтады ғой, мынау что-то не то, вообще басқа нәрсе түсірекші, мынау что-то өтпей қалатын сияқты, мынау атпай қалатын сияқты деп оларға айтады да. Себебі оларға реально клиент керек қой. Сіздер ойлайсыздар ма, мысалы үшін қазір мен парақшамдағы любой жұмысты мен фильтрден өткізбеймін деп. Мысалға мен оны қанша фильтрден өткізем, қанша адам тексереді, мен бірінші күйеуім жайлы прикол түсіретін болсам, бірінші күйеуіме көрсетсем, мынаны түсірсем бола ма? Мынаны түсірсем сен ренжіп қалмайсың ба? Мына жерде күйеуге тиісетін нәрселер бар. Мен соны саған сен ренжіп қалмайсың ба? Или келісім бересің ба? Осындай пікірлер болуы мүмкін, шыдайсың ба деп. Оның барлығы қанша жұмыс. Ал біреу отырады да өзінің күйеуі, мысалы мен күйеуіме видео билеп, фото-видеоға түсетін кезде, айбай, күйеуімді көндіріп алыпты ғой, анау мынау деп. На самом деле өзінің күйеуі просто фотоға түспейді да онымен. Сол үшін біреу күйеуімен билеп түссе, жаны шығып, ананы көре алмай, нервісі шығып отырады да. Кәміна балан жатқысы тұрып кете ма деп отырмын. Сондай ғой қыздар, келісесіздер ғой, Жоқ, блогер болды тілемеймін. Ол блогерлік ол Аллах тағаланың берген бағы. Екінің бірі блогер болып кетсе, бәріңіз блогер болып отпайсыздар ма, ақша тауып мысалға да. Біреу жайжап сәл көтерілсе бұлар үстіп кетеді, ақылшынып. Значит, өз көтеріле алмай отқаным, қайтып көтерілсе деп отқаным. Білесіздер ма, мен бар ғой, ой Алла дедім да. Мен бұрында сол сыпырғымен фотоға түсіп жүрген кезде маған бір қыз комментарий жазған. Осында салама адам уже бірдеңе, шірдеңе деп жаман нәрсе жазған еді. Сөйтіп уақыт өте келе соны қарап қалсам, сол да сыпырғы ұстайтын блогер болып кетті. Жаңағыдай келін стайл, анау-мынау көрсететін ше.
кезінде маған сол мынандай хат жазған. Сондай қыздар, мына эфир сақтаймын ба, сақтамай қойын ба? Слишком андай негатив жайлы, ақыр негатив болды ғой, давай негатив жайлы тағы да бір не айта салайыншы. Түсінікті ғой, иә, негативті кім айтады? Өзің де байқашы, просто өзің байқа. Мен кімге қандай, мен өзім сіздерге нені байқадым, соны прям телеграмға жіберіп қойдым да, қараңдаршы. Видео түсіруді, мысалға Эльмира Голд, сіздің мынау логотипті жасауыңыз үшін мен смело айталам 15-20 мың теңге төледіңіз осы логотип үшінші. Себебі ол логотипті өзін жасаудың өзінің қанша еңбегі бар. Қанша адам, ол адамның еңбегі саған мынау ұнайма, мынау ұнайма деп жібереді. Сен оның ішінен таңдайсың, уақытың кетеді, нервің кетеді. Ол адамның істеген ұнамай басқа адамға заказ бересің. Ал оны адамдар түсінбейді. Біз мысалға бір фотосессия жасаймыз, оның ішінде қанша нәрсесі бар да, қанша еңбек, фотограф, мобиль бәріне береміз. Қаншама еңбек жатыр. Мысалға бір кішкентай бір алтынның өзін былай түсіру керек, ол өтімді болу керек. Оның артында қанша жұмысы бар, оны адам түсінбейді да. Давай скидка жасашы. Туысқандарың ғой бірінші скидка жасашы. Сонша адамнан неғып саған деп кеп тұрмын ғой, түсші неңгіде де. Сонша алтынның ортасында тұрып бізге бере алмайсың ба, басқаларға сата берші деп. Қазақты құртатын бірінші өздерінің айналасындағылары ғой. Өзінің айналасында бір бизнес ашасын, бір киім магазин бірден ашасын, сен туысқандарың уже либо тегін алғысы келіп тұрады, либо скидкамен алғысы келіп тұрады. Ешкім полный ақшасын төлегісі келмей тұрады да. И мен білесіздер ме, мына сейф деген неде мындай нәрсе естідім. Кез келген дүниені сатып алған кезде, оның құны қанша, 100 мың ба, сол 100 мың теңгені төлеп сатып ал дейді да. Себебі, осын тағы да бір көріп алшы, тағы да бір көріп нақтысын айташы, себепші, біз скидка сұраған сайын, 100 мың теңге тұратын нәрсені, үстіне сен 30-40 мың теңге қойып тұрсың ғой, пожалуйста, 20 мың теңгені азайт та, 20 мың теңге түсіп берші, пожалуйста, деп айтқан сайын, прям айтқан сайын сен ол адамның ақысын жеп тұрсың да. Мысалға сендер 5 мың теңге курсты, 5 мың теңге курсты бөліп бір қыз қатысқан еді, 1000 теңгеден бөліп тұрайыншы депші, 1000 теңге бөліп күнде сол қыз әлі төлеген жоқ, мысалы үшін шығар, араларыңызда бар сол қыз. 5 мың теңгені 5 күнде 1000 теңгелеп беріп тұрайыншы деді, бірақ әлі берген жоқ та. Вот сол кісі менің ақыма кіріп тұр, ертең сол үшін жауап береді. Өз-өзіне күнә создавать етіп отыр да. Лучше сен жаңағы скидка сұрамай-ақ, если мысалға Эльмирадан біз алтын алсақ, 100 мың тұратын алтынды 70 мыңға берші, не болды сонша деп алдық, қоярды қоймай, ана кісі ырза болмаса да, мысалы үшін 100 мың теңгенің алтынды беруі мүмкін, 10 мың теңге түсуі мүмкін да. 10 мың теңгеге түсуі мүмкін, бірақ одан көп түсе алмайды да, себебі одан көп түссе өзіне пайда қалмай қалады. Біз оның құзғын қысап талап оның алтын бересің қайтеді. Сен осында ұстап қояды, не алдыңа күнде алтын кеп отырық па? Сен сонша жерден кеп отырық қой, адамды бере салсай дейді. Сен ол елеп бермесе, мамасына, папасына, әпшесіне, туысқанына шығады. Сөйтіп ана жақта мамасы анайды, қызыме, ана пәлен деп шеңе бере сал, ұят болады. Аның неяқта 5 бала шағасы бар ғой, бағып отқан. Қарап отқан 5 бала шағасы бар ғой. Сол ана қарыз сұрап келген әпшесі, немесе скидка сұрап келген әпшесі, хотя бы бір шоколад әкелмейді. Бір шоколад әкеліп, мені бала-шағаң қалай, бала-шағаң аман ба, саған әкелдім мә деп, әпкесі қуанып қалады, жоқ, қуанбайды ол. Алады да олар сөйтеді. Сөйтіп өзінің скидка сұрағанымен қоймай, мен өзімнің басыма өткен нәрселерді айтып отырмын ғой. Просто Эляны пример қойып отырмын да. Өзінің скидка сұрағанын қоймай, араға папасын, мамасын, туған туыс бауырларын қарсы қойып кетеді ғой, сол жерде, на месте. Еще өзі 100 мың теңге алатын алтынды Эля оған 80 мың теңге берді. Бопты, ырзамын. Өзіме 5 теңге қалса қалсын, сізге ырзамын деп береді. Бергеннен кейін барып, анау адам бәрібір қызғын құсап, жамандап кетеді ғой.
болмаған екенсің ше деп іштей болсын жамандағанда энергиялық тұрғыда айттым ғой 80% энергиядан тұрамыз иә прям көрініп тұрады. Рас қой, рас ол нәрсе күледі ғой. Конечно, ол киім сататынға да бүкіл магазин сататын енді қараңдар, осы жерде мен бір нәрсе айтқым келіп отыр да. Мысалы үшін өткенде бүкіл мен өзімді пример қылып кеттім ғой бәріне, бірақ басқа өзімді пример қылып қойдым. Өткенде менің әпшем енемнің сіңілісі Ұлмекен деген алтын сатады ол кісі. И пицца суши орталық ашты. Сондай ашты да, и маған қайта реклама жасашы деді да. Енді прям реклама жасаған кезде айтады, сен қалаға барған кезде бәрі обед жесің ғой, лучше обедті сол лаваш центрде немесе пицца бірдеңе жей салшы дейді. Бірдеңе жеш, заодно тегін жеп кетесің, заодно реклама жасайсың дейді. Плюс бірдеңе таңба қалдырып кетіңіз, нормально әңгіме ұнап жатса. Ол айтады маған, сөйтіп айтады да. Сосын мен әпшеге айтамын, болды деймін, бірақ мен оның лавашына қарап қалған жоқпын ғой, любой жерде обед ішуге менің мүмкіншілігім бар. Бірақ именно соған уақыт тауып барамын, сөйтемін да, жаңағы лаваш анау-мынауын жеймін да, и ақшасын по полной төлеп кетемін ғой. Сөйтіп плюс 2 сет бар ғой, сет болғанда пиццасы бар, суши бар, бәрін алып кетемін да, бала-шағам, үйде бала-шаға, өзімнің бала-шағам бар, сосын інімнің бала-шағалары бар, сонымен толтырып 2 сет, сосын лавашын жеймін. Хотя маған әпше айтты ғой, тегін алып кет, тегін же деп ше, тегін алып тегін же деді да маған. Реклама істесең болды деп. А мен тегін емес, кәдімгідей ақшасын төлеймін полный 100%, и еще реклама жасап кетемін ана кісілерді. Иско шай ішесің ба? Бір жаққа кетіп байтсың ба? Бар лағман бар есің ба? Асыңыз. Тамақтасын. Үйден қасында отырып тұршы. Үйне. Қазір келем, үйне. Salih, telefonunu koş. Abi telefonu koş. Telefonu maçtan kazanmış. Maçtan kayıp bir telefonu alıp koş. Осы кел. Генас. Білмеді ма? Әкілді бар. Сонымен
газды басты Онда мен қойма. Енді қараңыздар. Осыны айта салайын да, жаңағы реклама істеп кетті дейді да, и тегін жеп кетті дейді ғой. Сонымен мен ананы сатып аламын ғой. Ойдағыдай жеген нәрсені сатып аламын. Плюс 2 сет заказ беремін. Екеуі бір 13 ма сондай теңге бар. Жаңағы пиццасы бар, несі бар. Отырсыздар ма, әйтеуір күткен жоқсыздар ма? Пиццасы бар, несі бар, сонымен заказ беремін ғой. Сөйтемін да, онлайн ақшасы төлеп кетемін. Сөйтіп төлеп кеткеннен кейін барып, бірақ ішімде ана шайтан тұрады ғой, андай қылып ше. Жындысың ғой, сен тегін ал деп жеп кет деді ғой, сен неғып тегін жемедің? Бекерден 14 000 ақшаңды құртып деп маған кәдімгідей ой салды да. Сол кезде мен ойландым. Жоқ, мен біріншіден жесем өзім қарным үшін жедім, Аллах үшін жедім, ол былайша айтқанда. Екіншіден мен біреуге көмектестім. Мақұл, мен оны ақшам кетті, мақұл 14 000 теңгем кетті, ол 14 000 теңге менің туысқаныма кетті. Мен оның қыздар неғып тұр ма? Қатып тұрған жоқпыз ба? Белгі беріңдерші. Мен оны андай қылған жоқпын. Бірақ ішінде жаңағыдай аз қалатын ой салды. Сонымен аз білек андай қылды да. Типа, ой, сен жындысың ғой, біреу саған тегін жедің, немеге 14 000 теңге кетті деп ше. Үйге әкелдім, бала шағам сүйсініп ананы жеген кезде мен қуандым. Білейін, мен қалай мен солай ойладым. Зато мен әпшеме көмектестім. Бала шағасын бизнесіне көмектестім. Зато мен бала шағам тойып жеді. Депші. И сөйтіп уақыт өте. Оказывается, мен 2 сетім алтын ұтысына қатысып жатыр екен. Оны мен білмеймін. Сөйтіп кірпікке барғам, кірпікте жатқам. Адам кірпікте көзін ашпайды. Сөйтіп бөтен нөмір звондайды. Мен алам ғой. Әшейінде бөтен нөмір алмайтын, сол кезде алам. Сөйтсем, саламатсыз ба сіз жаңағыда біздің пицца орталығымыздан пицца алтын ұтып алдыңыз деді ғой, алтын жүзік. Өла, деймін ғой, менше таң қалып шым. Сонда мен 14 000 теңге 14 000 теңге кетті анауына деп ойладым. Кейін барып, қош, мен не істеп тұрмын, жесе бала шағам жеді дедім. Кейін барып, әпшемнің бизнесі ниетім дұрыс болды ғой менің бастағы. Сөйтіп, мен ұтып аламын ғой. Сөйтіп, как раз қалада жүргем. Әпшем звондады, Айдана кел, алтын таңдап кет деп ше. Алтын таңдап кетті. Сөйтіп барсам, әпшем жоқ екен. Сонымен негізі ұтқан жүзігім кішкентай екен да. Кішкентай болады ғой, бір малограммовкалар ше, 20 000-ның жүзігі. Сонымен әпшем сөйтеді. Ау. Сөйтіп әпшем солай айтады да, күте тұр қазір деп. Сөйтіп әпшемді күтемін. И әпшем бір пакет алтын алып келеді. Өзі алтын ұстады ғой. Бір пакет алтынды, стористен көрген жарыстар, бір пакет алтынды алады да ашады да. Айдана, сен қалаған алтыныңды ал дейді ғой. Прикиньте. Қалаған алтынды ал дейді. Не үшін? Себебі мен өзім ойландым ше, Аллах тағала мен соншалықты ниетімнің тазалығын көрдім ба сонда деп ше. Анау, в принципе, 14 000 теңгені мен төледім ғой, соны төлемей бала шағамен жесе, мен оны ұтпауым да мүмкін еді. И сөйтіп алтындарды ашып қалағанды ал дейді. Сөйтіп қалаған ал. Дәу жүзікті алғансың ғой. Мынау мысалға почти 4 граммның жүзігі, мынау ше. 4 граммның жүзігін әпшем мынаны алайын деп жатырмын деймін ғой, осыны алсам бола ма, мынау маған ұнап тұршы деп. Себебі менің мамамның андай тура анау сердечканың құлып сияқты несі бар да, мынаның орнында құлып осындай 4 бұрышты. Сол мамаға беремін деп ойлап тұрмын ғой. Ше, оны да өзіме деп ойламаймын ғой. Мамамның как раз комплексіне пар болады деп ойлап тұрмын ғой. Сөйтіп әпшем қалағанды ала бер дейді. Сонымен и бұның алдында бір история болған. Тура осы сол әпшемнің есінде алтын ойнатқан. Оны да мен қатысатқанын білмеймін. Сөйтіп звондаған, ол кезде мен алмаған. Сөйтсем, бірінші кезде де мен алтын ұтқан екенмін да. Сөйтіп мен телефонды алмаған үшін басқа біреуге ойнатып жібереді ғой сол алтынды. Сөйтіп енем ұрсады. Сен жындысың ба, неге өмірі бөтен өмірді алмайсың? Құр алтыннан қағылдың аны. Сен бір дүниені тасып тұрған адам сияқты кісі болып кетесің кейде бір деген дейді. Сонымен ата айттым. Қош қайырлысы. Одан да, жан, қазір барам. Одан да қайырлысы деп мен андай қыламын ғой. Сөйтіп әпшелердің бәрі айтады, ой, жындысың ғой сен қыз. Ала салмадың ба, қайтып звондап хайвай шығармадың ба деді. Қош солай болған шығар, не істеймін деп қойдым. Сөйтіп уақыт өтеді, бір апта өтеді, мен пицца заказ беремін. Сөйтіп кейін бір аптадан кейін тағы да солар алтын ойнатады да. И мен ұтып аламын. Қайтып сол жүзікті ше.
сонда сонша бұйырғаныма деп содан кейін барып енді мына жерде мынандай нәрсені қараңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Бірінші кезде олар ойын ойнатқан кезде бірінші маған звондайды, мен телефонды алмаған үшін басқа біреуге ойнатып жүреді ғой. Ал енді мына мен алтын ұтқан кезде былай істейді. Бірінші ұтқан адам тағы да телефон көтермейді, сөйтеді да екінші адамға ойнатады ғой. Екінші адам мен боламын да, и мен телефонды көтеремін да. Сөйтіп мен ұтып аламын да. Қалай деймін да, Аллах тағала сондай әділ, ешкімнің ақысын ешкімге жегізіп қоймайды да. Мысалға бірінші кезде айтты ғой, ой сен ақымақсың, сен өмір үйстесің, телефон алмайсың деп жер қылсады да, ұрсымшы. Неге алмайсың, сен бір дүниеге тойған адам құсап, өзінше шалқып жүресің, ит жүресің деген әңгіме болды да. Қоя беріңдерші, бұйырмаған шығар, не істеймін, мен бұйырмаған нәрсені артын екінші ұтқан адамнан бар тартып алмайтын шығар, бұйырған шығар, менде алтын көп, құдай қоя беріңдерші демеймін ба. Ал екіншісінде, прикиньте, солай келеді ғой мағанша. Мен өмірі телефон алмайтын адам бөтен номерді көтерем да. Сіз алтын ұттыңыз дейді ғой, мен барсам, бір пакет алтынның ішінен таңдап ал дейді ғой. Сондай бір Аллах тағала сондай андай да. Осы алтынға қатысты сіздерге бір нәрсе айтқым келеді. Мысалға кезінде мен алтынды күйеуге тиіп жүрдім ғой, сол кезде жертва кезім деп айта салайын, жертва кезінде біреу мені осы туысқандардың арасынан, туысқандар киім мәселесінде де, алтын мәселесінде де менде сондай бір инцидент болған, прям мені қапа қылған. Сентай, еркен тербете тұршы, мен Татьяна шай тамағын дайындап берші, айран-пайран апарып, сосын қайтып келем. Прям қапа қылған ситуация болды. Мысалы үшін менде жағдайым бар еді, бірақ екіқабат едім да, киім алмай ақ қойшы деп бір туысқанымыздан сұраған кезде ол маған киім бермей қояды ғой. Ой деп, как будто білмеймін, кемсіткені болды ма, білмеймін, бермей қойды. Бірақ на самом деле қазір мен де киім бермеймін да, себебі уже дұрыс емес нәрсе да, ол кезде маған нормальный нәрсе болған ғой. Бірақ мен сондай қапа нала болғам, сондай нала боласың ғой, не за что нала болған кезде прям Аллахым маған сонша берші, неге бермейсің, маған берші, мен шаршадым, біреудің киімін кигім келмейді, мен әдемі киініп жүргім келеді деп сол кезде қатты тілеп қойдым да. Қазір мысалға страшно киініп жатқан себебі сол ма деп ойлаймын да. Қалаған киімімді просто так ұнаса болды аламын. Бір жерге барам ба, бір киім емес, 2-3 киім ұнаса, давайте сүйіш келсең аны, давайте мына 3-4 де алам қыздар деп ше. Мында потокты ашып жіберген да. Сосын алтын мәселесінде де қатты ренжіткен мені. Прям маған әдейі істеген сол қастандықты. Еще өзім жертвамын. Әркімнің қолына қарап отырмын, өзім табыс таппаймын. Бірақ менің көңілімді сондай түсіріп нала қылған сонша, сол кезде мен Аллах тағаладан сұраған есімде да, Аллахым мені алтынға үлде мен бүлдеге прям орап тасташы. Аллахым маған андай, мысалы үшін қазір сол кезде жоқ Айдана мен қазіргі Айдананың айырмашылығы жоқ та. Мысалы үшін адамда қаншалықты бар болған сайын адам соншалықты қарапайым болады екен, мен соны түсіндім да. Қарапайым болмайтын адамдар бар, олар Алласын білмейтін адамдар, шүкір жоқ адамдар да олар ше. Шүкірі бар адамдар Аллаға шүкір, бергеніңе шүкір деп кішірейе береді екен. Сол кезде мен қатты нала болған сонша. Историяны айтсам қатты біртүрлі өп кетемін өзімше. Содан кейін мен білмеймін қалай алтын келгенше. Мысалы қазір бір алтын алып қалама, бір новинка шықты ма, ұнаса мен ала саламын да. Сосын мынандай ситуация болды. Екіқабат кезде мен алтын алмауға тырысам. Екіқабат кезде бір алтынды алған есімде. Бір көбелек сияқты шықты ғой, бір көбелек, бір прям әдемі ол да. Екіқабат кезде прям соны жақсы көріп ағам ғой. Кейін туған екенше ана көрсем бір жүрегім айниды ғой. Болады ғой, бір жаман бір ештеңе істемесе де бір адамдар болды ғой, сен кері қарып тұратын, бірдеңе ештеңе істеген жоқсың, бірақ нервің шығарып тұратын нәрсе. Вот сондай нәрсе болады ғой. Ананы көрсем нервім шығады. Сөйтіп жаңа Зарина деген подружкама подарить еттім да, енді қош бекерге нервімді шығарғанша соған бере салайын. Нәзіп баяғы. Мамам ұрсады, сен жынысың ба енді? Не ол? Сен тамақ дайындап бердің, тамақтан кейін. Ішті ма? Сөйтіп мамам ұрсады ғой, сен денің сау ма? Киім-пиімді қойып енді алтын тарататын болғансың ба деп мама деген ұрсады ғой. Кейін жоқ әже, мама деген ұрсады ғой. Соны айтатыным ше, қыздар, если мен түсінгенім сол кезде, оказывается, мен қатты прям
прям жер болып тұрған кезімде сұрағам ғой, Аллахым, берші маған, мен шынымен осыған мұқтажбын, мен қаламаймын, бұндай бейшаралықты қаламаймын, Аллахым, мені көтеріп қойшы, сондай бір көтеріп қойшы деп прям тілегем ғой. И сол тілегім четко орындалған ғой, қыздар. Түсіндіңіздер ма? Мына эфирді сақтанбай қоямын, өте ужасный эфир болды. Қоя берші, тұра берсін. Просто бұл жердегі ниеттің мықтылығын және де бір қатты бір нефтемін нала болған кездегі тілектер қатты андай орындалған екен да. Вот енді мышлениені қараңыздар. Алтынға жеңіл қарау керек деп тұрсыз, иә? Мысалы, мен алтынға жеңіл қараймын, и ол маған оп-оңай келеді. Киімге, бұрында киімде қиналатын, мен тек қана рекламаға киінем, ақша құртпаймын киімге деп ше. Сол құртпай жүрген енді биыл шықты ғой. Ұнатқан киімді просто так ала саламын, ақша өзі бір нәрсе құрып келеді. Сол сияқты алтын да. Мен қазір просто қараймын да, и просто келеді. Енді қазір мен үйді сөйткім келеді, квартираларды ше, просто жеңіл қарағым келеді да. И соған бойым үйретіп жатырмын. Сол сияқты сіздер қазір прям квартираға фокусты бірдестен қоя алмайсыздар ғой. Майда-майда нәрселерге қойып үйреніңіздер. Просто мен киімді просто аламын. Лапарта анау-мынау дегенді просто алам десеңді просто келеді екен. Мен өзім таң қалдым да. Киім, алтын уже менің просто дәлелім, қыздар. И машинада просто дәлел. Ал үй мәселесі, енді үйсіз емеспін ғой, ана үй бар, ана үйлер бар, бірақтан прям сол потолок үйлермен бүйтіп ойнағым келеді да. Уже үй ол үйді алғаннан кейін не істеймін? Үйді алғаннан кейін не істеймін? Конечно, құлшылық жасаймын, иә. Қараңдар, мысалы үшін мысалы мен алтын жайлы айтып жатырмын, әртүрлі нәрселерді айтып жатырмын ғой, и не айтып жатырмын? Сендерге Аллах тағаланың құдіретін, шексіздігін айтып жатырмын, яғни мен құлшылық жасап жатырмын. Солай, мен құлшылығым үшін көбейтші, берші деп просто так жеңіл қарап. Дене, мысалы, қазір мен денем сеніп тұр ғой, алтынды спокойно ала салатынды. Сіздер отырып, ойбай, алтынға әжептәуір жинау керек. Даже мен өткенде осы марафонға, 5 теңге марафонға бір қыз жеп қойды соғысшы. Вообще дейді, мен 6 теңге көтеріп кеткен кезде 6 теңге марафоныңызды алғым келеді дейді. Бірақ мен оны редпен алам дейді. Редпен 3 айда 6 теңге 2000 теңгеден бөлінеді ғой. 3 ай сайын 2000 теңге кетеді. Сөйтеді, мен бірақ дейді, сол 2000 теңгені тауып бере алмай қаламын ба деп қорқамын дейді. Үй болмаған тегін кіргісі келіп тұр ғой. Сосын айтып, жоқ жаным деп. Ал мен тегін кіргізсем де болды, осы тегін отырғанда да бар ғой. Бірақ достойно олар еңбектен ұтып алып комментарий жазып, иә. Ал ана кісі просто так тегін алғысы келіп тұр да. И редпен алсам 6 теңгені бөлсем, ол 2000 теңгені түседі екен. И мен ол айына 2000 теңге таба алмай, сізге бере алмай қалам ба деп қорқам дейді ғой. Сосын айттым, қалай ол өзім ойлаңдар, қыздар, барлығымыз қатымыз, иә. Барлығымызда мынандай нәрсе бар. Күйеуің мысалға нампанға жібереді магазиннен. 100 теңгеліп, 200 теңгеліп жинасаң да айына 2000 теңге жинауға болады ғой. Оны еще редке Каспиге төлейсің, маған бермейсің ғой. Значит, ол адам сондай өзін сабыр қылып 6000 теңгенің заты оған арман болып тұр. Это того несі төмен түсіп тұр да вибрациясы. Мен де просто бере салмын ғой, бірақ бергім келген жоқ та. Айттым, жоқ деп, ренжіме деп. Мен ол өзімнің көкіректігім деп санамаймын. Себебі адам тегінге еті үйреніп кетеді. Айтады ғой, балық берме, қармақ бер деп ше. Мысалы, қазір сізге қанша ақпарат айтып жатырмын, түсіне білген адамға қанша не болып жатыр ғой. Инсайт болып жатыр да. Мынандай бит, оказывается, бит тілесең күшті болады екен ғой. Ыза болып тілесең вообще екесе суперский орындалады екен ғой. Себебі нала болып тұрған кезде, қуанып тұрған кезде прям вибрация орнайды. Мысалы үшін сіздер қазір отырсыздар, 5000 теңгеге 6000 теңге, енді потологы 7000 теңге болды. 7000 теңге қатысып отырсыздар, бір ай бойы не деген инсайт алып отырсыздар ғой, стоит ғой мысалы үшін ше. Араларыңызда тегін қатысып отқандар бар. Ол кісілер де еңбектеніп алды. 11 адамды мен қостым, иә. 11 адам не үшін қостым? Себебі олар еңбектенді, иә. Лайк басты, комментарий жазды, еңбекпен алды.
Ал қалғандар ренжімесін, не үшін тегін беру керек? Сосын тегін болған жерде ойбай, олардың кісілігін айта алмайсың. Тегін жерде мысалға сен бірдеңе десең жақтырмай, ойбай, піті-пітіме деп кісі болып аналардың ше нервің шығады кәдімгідей. Олар как будто саған 100 000 теңге, 200 000 теңге беріп отқанда шіренетінін айтасың ондайлардың ше. Лучше 5 000 теңге деген не болады? 5 000 теңге күніге сіздер мысалға 167 теңгеден түсіп тұр. Күніге сіздер қанша ақпарат алып жатсыздар? 167 теңге не ол? Былай алып тұрсың да? Даже бір самса келмейді ғой. Ал ана кісі сөйтіп отыр ғой. Кезінде Қуаныш Сонбай айтқан еді, бишара арман депші, бишара арман, сұрамшылық, тілемшілік. Яғни сен біреуден дәметіп сұрадың ба, саған кедейліктің 70 есігі ашық тұр. Біреуден дәмеленіп бірдеңе сұрасаң, кедейліктің 70 есігі саған гарантия ашық тұр. Ол бір. Екіншіден қараңдар. Қуаныш Сонбай кітабында айтады да, бір қыз оқырманы 3,5 теңге кітап қой сондағысы. 3,5 теңге кітапты арман қылып, көке, ағай, сіздің мына кітабыңызды оқығым келеді, прям ол менің арманым, бірақ мен студентпін, 3,5 теңге ақшам болмай тұр. Бірақ мен обязательно бұл кітапты алып оқимын депті да. И түбінде не тұр? Түбінде не тұр? Анадан біріншіден дәметіп тұр, екіншіден бишаралық тұр. Бишаралық психологиясы тұр. И сосын ол кісі айтады да, кешір жаным, 3,5 теңге деген түк емес қой. 2 жерге барып пасуда жүрсең, 1 жерге барып 2 күн пасуда жүрсең, 3,5 теңгені табасың ғой. Ал ана қыз саған арман дейді. Саған арман 3,5 теңге кітап болса, оны сен бишара, таза бишара психология, таза бишара кейпіндегі адам екесің деп ше, ол кемсіту мақсатында емес. Мысалға 5 000 теңге курсты еще 3 айға 2 000 теңгені бөліп береді. Сол 2 000 теңге айына 2 000 теңге таба алады ғой, мысалы үшін. Күйеуінен болсын, баласының пособиясынан 2 000 теңге деген не ол өзінің дамуы үшін да? Мысалы маған керек емес ғой даму. Сөйтіп бір кезде кейін жарайды қатысатын болдым ба десем, жоқ вообще шамам келмейді екен дейді. Пожалуйста, мысалға. Мен оны жағынбаймын ғой. Бірақ сонда айтады да жаңа Қуаныш Сонбай сонда арманы сонда жалындап тұрған жас қыз арманы 3,5 мың теңге кітап болса, ол қыздың миының деңгейі қай жерде жатыр ол? Мысалға сіздерге қазір сұрасам, сенің арманың не деген кезде, мен осы сол нәрсені естіген кезде практика жасап көрдім қыздарға. Үйге үй жинауға қыздар келеді, соларға айттым. Қыздар армандарың не десе, біреу айтады, телефон дейді. Samsung телефон. iPhone-ды ойлап тұрған жоқ, Samsung сонда телефондар айтады. 100 000 теңге. Айтам да. Ойбай, мамасы менікі. Мамасы менікі. Тілі елден шығып. Мамасы менікі деш, менікі деш. Билейм деш. Билейм деш. Билейм деп қойды. Музыканы қосып билейм дейді ғой. Сонда қараңыздар қыздар. Мысалға сіздің арманның өзі адамның потенциалын көрсетеді да. Мысалы үшін сен күшті үйлерді армандасаң, күшті машиналарды армандасаң, значит сен жетесің оған. Себебі уже сенің миың рұқсат беріп тұр деген сөз да. Ойыңа сап тұрған нәрсеге сен жетесің, бір какой-то бір әрекеттер қылсаң. Ал жаңағыда 5 000 теңгенің курсын арман қылып, оны қалай мен табамын деп неғаған нәрсе болмайды екен да. И сосын қыздар, мен жаңа ғана ұйықтап тұрдым да, бүгін жаман шаршадым ғой. Ұйықтап тұрып, мынандай бір инсайт естідім. Мынандай. Былай дейді да. Берекет нәрсесі. Берекет дейді. Мысалға, бір нәрсені істейін деп тұрсаң, Аллахым, мен мына бизнесті бастаймын деп тұр. Мысалы, алтын сатқың келеді, Эльмирадан үйреніп, алтын сатқың келеді. И сен ол іске күмәнданып тұрсаң, күмән неден? Ойлай, 1 сағат отырып қойыппыз ғой. Күмән шайтаннан, не? И біз оған бірдеңеге істейміз деп ойымызға келсе, оны істейміз деп шешім қабылдасақ, және оған Аллах тағала 100% сеніммен кететін болсақшы, сеніммен алға ұмтылатын болсақ, Аллах тағала 100% нәтиже береді екен да. Ал жаңағыдай, ойбай, бола ма, болмай қала ма десек, ол нәрсенің берекетін алып қояды екен ше. Берекетін алып қояды екен. Сол үшін неге сенсең сол болады қыздар. 1 сағат эфирімді сақтайды, мен сақтамасам ол бал ғой. Ішіне қанша нәрсе атылып. Бүкіл семьялық жағдайларына айтып кетті. Сондай қыздар.
прям от души сұраңыздар. Және де бүгінгі тапсырма үй жайлы. Үйге прям махаббатпен телеграмға жіберіп қойдым. 9 минут күші өзімнің немді прям менікі емес, әркім өзіне ұнайтын нәрсесін істесін. Менен коппет өтуге болмайды. Мен армандарым, ұлы армандарды қуып кеткенсің ба? Давайте, қыздар, бұл ақпараттың аманат, анау мынау деп біреуге неғып жүрмеңіздер. Мынау уже бітіп жатыр. Бүгінге осы кешкі жақын Айдан Абырай парақшасына кіруге тырысамын. Сіздерден